Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сендермен 12-ші сабақ көктемгі өзгерістер тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 12-й урок «Весенние изменения». Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь и выучи. Былтыр – прошлый год. Тағы – еще. Табиғат оянады. Просыпается природа. Жылға – ручей. Су ағады, течет вода. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, олардың қай жыл мезгілін сипаттайтынын айт. Расскажи, какие времена года описываются в предложениях. Первое. Қар ериді. Тает снег. Когда у нас тает снег? Весной. Весна – көктем. Второе. Күн ұзарады. Дни становятся длиннее. Бәйшешек шығады. Бәйшешек – это подснежник. Табиғат оянады. Просыпается природа. Мал өріске шығады. Осуществляется выпас скота. Жаңбыр жауады. Идет дождь. Мал төлдейді. Приплод скота. Жылғадан су ағады. Течет ручей. Во всех этих предложениях описывается какое время года? Весна, көктем. Прочитай за мной. Бүршік ату, алма ағаш, қаз, жылға, бәйшешек, күннің нұры. Екінші тапсырма. Второе задание. Сұрақтарды көршіңмен талқыла. Ответь на вопросы. Саған көктем мезгілі несімен ұнайды? Чем тебе нравится весна? Көктем кезінде табиғат қалай өзгереді? Как весной меняется природа? Көктем мезгілінде қараңғы ерте түсе ме? Весной быстро темнеет. Табиғаттың оянғанын қайдан білеміз? Откуда мы узнаем, что просыпается природа? Көктемде қар неліктен тез ериді? Почему весной снег быстро тает? Ең алғаш шығатын гүлді қалай атаймыз? Как называем цветок, который вырастает из-под снега первым? Послушай песню и дополни предложение. Көктем келді сағына. Бүршік атты, алма ағаштар бағымда. Біздің үйге ұя салды алақай. Былтыр кеткен қарлығаштар тағыда. Дала гүлге оранады, түрлі түске боянады. Нұрлы көктем келген кезде табиғат та оянады. Көктем келді далама. Қуанып жүр ата-ана да, бала да. Қар, мұз еріп, жылғалардан су ағып. Үйрек қаздар жайылып жүр жағада. Төртінші тапсырма. Өлеңді қайталап тыңдап, болып кеткен іс-әрекетті және енді болатын іс-әрекетті білдіретін сөздерді тап. В этом задании вы должны распределить прошедшее время и будущее время. В первом столбике пишем прошедшее время, во втором столбике пишем будущее время. Бесінші тапсырма. Сөйлемдегі көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып оқы. Здесь вы должны вставить правильное окончание. Алтыншы тапсырма. Кестенің әр бөлігін жалғастырып жаз. Көктем мезгілін сипатта. В этом задании мы должны описать весну. Күн райы қалай өзгеретіні туралы жаз. Это значит, мы должны написать, как меняется погода. Ағаштар мен гүлдер туралы жаз. Мы должны написать про деревья и цветы. Құстар мен жануарлар және адамдар туралы жаз. Надо написать про животных, птиц и про людей. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.